Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін маринованный капуста немесе капуста по-корейски деп те атайды. Соны жасайтын боламыз. Бұл салаттың банкасы базарда кішкентай банкасын 1000 теңгеден сатады. Соны өзіміз үйден жасап көрсеңіздер болады. Бізге ең алдымен осындай бір орташа көлемді капуста және 2 сәбіз. Осындай хат жерін алып тастап, капустамызды, сәбізімізді тазалап аламыз. Капустамызды 4 бұрыштырап, кубиктап турап аламыз. Қатты үлкен, не кішкентай қылмай, орташа қылып, кубиктап турап аламыз. Осындай алып барлық капустамды турап алдым. Сосын контейнерімізге салып, үстіне морковымызды күштен өткізіп саламыз. Осылай капустамызды контейнерге салған кезде араларын ашып басып сал жеріңіздер. Соңары дәмдеуіштеріңіз жақсы сіңетін болады. Мен осылай барлығын турап алып, капустаны салып шықтым. Енді қазір үстіне сәбізімізді күштен өткізіп саламыз. Описанияға рецептісін қалдырып кетемін. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Өте осындай күз-қыс мезгілдерінде жақсы желінетін салаттардың бірі. Аузыңыздың дәмін келтіретін, сондай аппетитіңізді ашатын жерде жасап көрсеңіздер болады. Үстіне енді дәмдеуіштерін салып, сосын қызып тұрған майымызды құйып араластырамыз. Міне бірінші осылай құрғақтай араластырып алдым екеуін. Енді үстіне бір ас қасық тұз, бір ас қасық паприка, бір ас қасық қызыл ащы бұрышымызды, бір ас қасық кориандр, бір үлкен андай ұзын тұз қостым, атын ұмытып қалыптым. Сосын сухой аджика қостым. Осындай чеснок мына жерде бестілім. Менде барлық рецептісін описанияға қалдырам, сол жерден қарасаңыздар болады. Осындай майымызды қатты қыздырып, үстінен құйып шығамыз. Мына жерде менде 100 грамм май құйдым. Өлшемдерін жазып кетем астына. Сол жерден қарасаңыздар болады. Осылай басында қасықпен, кейін қолмен жақсы сіңу үшін осылай араластырып шықтым. Араластырғаннан кейін тоңазытқышқа сақтасаңыздар болады. Сосын кейін тамаққа ұсына бересіздер. Өте дәмді, міне. Базарда сатылатын салаттардан кем болған жоқ. Дәмі енді жеп көрсеңіздер айтасыздар. Міне осындай болып салатымыз дайын болды. Енді тоңазытқышқа салқындатып қоямыз, кейін тамаққа ұсына бересіздер. Осылай бетін жауып, осындай контейнерге жасасаңыздар ыңғайлы. Достар, парақшам пайдалы, керекті рецепттері тартып аламын десеңіздер, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Лайк басайық достар.